Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін өте қызықты тақырыптың бірін қозғайын деп отырмын. Соңына дейін көруді ұсынамын. Ең бастысы каналға жазылып лайк басуды ұмытпаймыз. Сізде есіңізде болса, шахмат ойнағанда артыңыздан қайталайтын ойыншылар әлемде өте көп. Мысалға, сіз қалай жүресіз? Ол міндетті түрде дәл сіздің артыңыздан қайталайды. Жаңадан бастап жүрген ойыншылар оны жақсы біледі, артынан қайталайды деп ашуланады. Міне, нағыз сіздерге алады. Артыңыздан қайталайтын ойыншыларға осыны міндетті түрде репост жасауды ұмытпаңыздар. Көп созбай бастайық. Четырех коней дебют, четырех коней деп аталады. 4 ат дебюті. Қараңыздар. E4, E5 атақты танымал дебют. Барлығы шығарады, атты шығарамыз, олар да атты шығарады. Слонды шығарамыз, олар да слонды шығарады. Біз қорғаймыз, олар да қорғайды, рокировка жасаймыз, олар да рокировка жасайды. Слонды связка, олар да слонды связка. Аналогично. Түсінікті. Енді осы связканың барын пайдаланып атака жасаймыз, корольдің алдын ашуға бұзамыз, олар да осылай ашуға бұзады. Сұрақ, онда не істейміз? Давайте жейік, олар да жейді. Онда біз қулық жасаймыз, раз, ферзді алдыға жүреміз. Енді қараңыздар, бұл жерде, егер олар жейтін болса, бірден ферзді H6-ға алып барамыз. Защита жоқ. Қараңыздар. Мысалға бір кез келген ход жасайтын болса, шах, қашат, осындай мат. Бұлан защита жоқ. Қандай жүріс жасамасын, ферзін беруге тура келеді. Мысалға бір любой бір ход. Шах беру мүмкін, любой бір ход жасау мүмкін. Онда шах, қашса мат, жейт, осылай ферзін ұтып аласыздар. Түсінікті. Енді олар неге оны жеу керек? Олар да ферзді осылай ойнаса не істейміз дейміз. Онда бізге керегі де осы атпен шах береміз. Енді олар да бізге шаққа шақ бере алмайды. Қазір ферзін жейтін болса, мен жеймін, олардың шақына мен жай қаша салам. Оларға оты тыйымсыз. Оларға бұл вариант. Сондықтан корольмен қашар. Өте маңызды тактика басталды. Достар, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Раз шақ береміз слонмен. Алады. Енді ферзді кіргіземіз, шах. Король қайда қашады? Барлығы бос емес, тек қана бір жүріс бар. Сіздерге 3 секунд уақыт берем, ойланып көріңіздер, жауабын жазуды ұмытпаңыздар. Осы жерде бір жүрісте мат қоямыз. Соны тапсаңыздар, жауабын жазып кетуді ұмытпаңыздар, достар. Баршаларыңызға рахмет, кездескенше күн жарық болсын.